бақта күлейік, құда болып жүрейік. Ай ғой, құда болып жүрейік. Ай ғой. Келіңіздер, қош келіп жатсыздар қанеке. Бәрекелді, алында құдалар келген қадамдарыңызға гүл бітсін, келген қадамдарыңызға мінекей Алланың нұры жаусын дейміз. Енді мінекей келіп жатқан құдаларды мына ән жырменен мінекей шашып құрметтеп қарсы алып жатсақ, енді шерге сәулеті мінекей жаңа құдаларымызды ортада әдемілеп тұрып бір билетіп алсақ, нұр үстіне нұр, той үстіне той деген ендеше үлкендер жағы ана жерде көлеңкеде отырып, жастар жағы құдалар, құдағилар жақсылап тұрып бір көңілді көтеріп құдашалармен билейік қанекей. Той құтты болсын ағай қанекей. Құдаларды құдағилармен бір билейік қанекей. Қанекей құдаларды билетпейміз ба құдағиларны қанекей. Құдалармен құдағилармен бір бей қанекей. Құдашалар қанекей. Бәрекелді құдалар, енді мына бүгінгі отбасымызға келіп жатқан құдаларды көп шаршатпай, енді мына ішке қарай кіріп, дастархан төріне жайғасып, шаңырақ көтеріп жатқан балдарымызға бақытты отырайық деген ниетпенен жол тауып жолға түсті жастар жаны ата-ананың орындалды бастар маны. Құдалар сіздерді күтіп отыр мінекей.
Мәриya апамыздың құдаларымызға деп жайылған үлкен ақ дастархан деп қанекей ішке қарай кіріп дастархан төріне жайғасып бүгінгі құдалық тойымызды ақ тілекпенен бастасақ дейміз. Қанекей келіңіздер құдалар, құдағайлар, Алтынбек ағамыздың шаңырағына қош келіп жатсыздар. Қанекей тойдың төрінен орын алыңыздар, төрлетіңіздер, келіңіздер құдалар қанекей. Kızınız kayda? Ağzınıza çıkıp şuna ne kadar kızın yaptın da? Ha? Ne güzel. Olsun alayım. Yok fırmanda. Tosun. Bak, Allah bak deyler. Sizdey bak, sudayız. Bak. Қадірлі құдалар, мына қош келдіңіздер, қадамдарыңыз құтты болсын. Бірінші, мына сәлем сөздің анасы ассалаумағалейкум. Бүгінгі тойға жиналып келген барша ағайын. Енді мына басыңа бақыт қонса, Алла қалап, бақытты бағалаған олда ғажап. Аспан асты, жер үсті тойғып жүрген ассалаумағалейкум. Ана қазақты бірінші сәлемдесіп қояйық. Сәлемді алу барыз берусін деп, ендеше сіздерге болса әулеттің берген сәлем болсын. Сіздер сол сәлемді алғандарыңыз болсын. Әрине, тойдың құрметіне бір қол соғып, қошеметтеп қойсақ. Арада мына бала бақыт біз үшін, бала шаттық біз үшін, шашпасақ бала тойына жинаймыз дүния кім үшін деген. Мінеки бала қуанышы, бала шаттығы деп екі ел қуанып бүгін осындай ұланасы 1000 жылдыққа жалғасатын құдалық тойды мінеки бастап жатсақ, мына тойымыз құтты болсын, тойдың басы барда аяғы жоқ дейді. Мына келіп жатқан қадамдарымыз құтты болсын деп құдаларымызға жақсылап деп қол соғып қошеметтеп қойсақ қанекей. Енді мына апа деген сөздің соңына и қоссаң апай болады, аға деген сөздің соңына и қоссаң ағай болады. Ата деген сөздің соңына и қоссаң атай болады. Құда деген сөздің соңына и қоссаң құдай болады. Адам қазақ бірінші жоғарғыда құдайын, екінші құдасын сыйлаған қазақтың баласымыз. Ендеше тойымыздың төрінен ойып тұрып орын алып отқан құдаларымыздың құрметіне тағы да қол соғайық ағайын. Ал енді қадірлі құдалар, мына енді қош келіп жатсыздар. Бүгін енді осындай ұлан асыр той қылып, Шергеш әулетімен мінеки құда болып жатқан жайларымыз бар. Мына қыз бергеннің назы бар, қысатынан жазы бар деп мінеки қыз беріп, осы әулетпенен құда болып мінеки дастархан төрінен ойып тұрып орын алып жатқан жайларыңыз бар. Енді мына пісмилля сөздің ұраны пісмилляменен басталса әрістің жетер мұраты деген, мына алдымызда ас тұр, дәм тұр. Енді осы ас дәмден жақсылап дәм алып отырайық, арқаны кеңге салып дем алып отырайық деп, мына құдаларымыздың үлкендерінен мінеки тойымыздың дастарханымыздың бір пісмиллясын келтірсе. Ләхмәмен деп қол жайып құдалардың үлкендеріне мінеки, асты жарылға қанекей, бата беріп жіберсеңіздер. Құдайым оңдасын, шамандық болмасын, дастарханда береке, отбасыда береке болсын, екі бала бақытты болсын, өрлі шүрлі болсын, жаққа берімді болсын. Өмір айтқандарыңыз келсін. Ал енді жылынсын жақсы күні бойдарыңыз, иншалла орындалсын ойдағыңыз. Тағы да деп айтамыз, құтты болсын бүгінгі жасап жатқан 1000 жылдық, 100 жылдық бір тойларыңыз деп, тойдың құрметіне тағы да бір қол соғайық ағайын. Астан алып отырайық, мына бос ыдыстарға сусындар құйылсын, тегі жақсылар осындай тойға ғана жиылсын. Бүгінгі мінеки екі баланың бағын тілеп болып отқан барша ағайынның отының басына осындай той думан бұйырсын деп қанекей. Мына бір көрген таныс, екі көрген біліс дейді. Сіз болайық, біз болайық, осы жерде әдемілеп тұрып танысып мінеки құда менен танысып алсақ деген жайымыз бар. Ендеше Алтынбек аға, енді мына бүгін енді осы мінеки Алтынбек аға мінеки Шергеш әулетінде той болып жатыр. Мінеки ағамыз, міне Мәрия апам дастархан жайып сіздерге құрметін жасап жатқан жайы бар. Енді осы дастархан төрінде мінеки танысып отырайық деген ниет бар. Енді осы жерде мына ауыл аралас, қойғы аралас деп жатамыз ғой. Сонда да болса алыстан ағайын туыс келеді. Жек жатымыз келеді, құдамыз келеді деген секілді енді әдемілеп бір танысып алсақ. Енді Алтынбек аға ұлсат болса, мына құдалардан бастап таныстырсам деп жатырмын міне. Ұлсат ба? Мына енді қазақ қашанда мейманын сыйлаған, оның үстіне мінеки қыз беріп
келіп жатқан құдалар, құдағайлар бар. Енді өздеріңіздің араларыңыздан бір кісі жақсылап тұрып, осы келген құдағайларды бір әдемілеп тұрып таныстырып өтсе. Ал Қанекей. Ассалаумағалейкум құдалар. Шақырып атқандарыңызға рахмет. Біз мынау бұл жерде ошақшымыз. Ошақтың ішінде майлы, оның үстінде сүзік. Осы жерде барлық ағайын туыстарды, құдаларды шақырып келіп отыр енді құдалыққа осы. Шетінен бастап таныстырайын, енді мынау тұрғын әжеміз, ең үлкеніміз осы Қажарбай атамыздың жұбайы, біздің неміз ғой, әулетіміз. Үлкені тұрғын әжем. Оның ар жағындағы біздің Фатима апай. Папамның қарындасы болып келеді. Бер жағына таныстырайын. Мынау жаңа бота құдағайларымыздың әкесінің ағасы Үсейін құда. Оның бер жағында Амангелді құда, ботаның әкесі. Амангелді құда. Келіншек анау құдағай, Ырысқұл құдағай. Серік нағашым. Біздің нағашымыз Серіктің нағашысы Серік. Аққұлда тұрады. Нағашыларымыз Керейттілер. Төребек ағайды ошақты байлымыз, өзіміздің үлкен нелеріміз, үлкен үйдің несі Төребек деген ағай. Оның бер жағында Сәрсенбек ағай. Бәрі немере туысқандарымыз. Ар жағында Бақыт жеңшем. Әкемнің інісінің несі, жеңгем ғой мен. Одан кейінгі мына бота құдағайларымыз, мына бота құдағайларымыздың бірінші құдасы. Нағаш жағынан келіп отырған Амангүл құдағай. Одан кейінгі қарындасым Айгүл. Ботаның үлкен қызы Шынар. Кішкентай қызы Айнұр. Мына менің келіншегім. Мен құдаларың Серіктің інісімін, өзім атым Хасен. Менің келіншегім Айша. Одан кейін менен кейінгі інім Ғабит. Келіншегі Нұргүл. Ботаның інісі Нұрлан. Одан кейінгі екінші күйеу баламыз Нұржан. Болды деймін осы, келіп атқан жан жақтан бәріміз. Бәрекелді, құдалардың таныстығына бір қол соғып қошеметтеп қойып. Рахмет аға, енді мына құдалар таныстырып жатыр, енді өзіміздің әулетті осы Шеркеш әулетін. Қадамдарыңызға нұр жаусын, гүл жаусын дегендей. Құтты болсын қадамдарың. Бұл қазақтың ырымында, жырымында көп қой. Құда шақырсы деген ол тойдың өзінің сәні бір-бірімен білісіп, кім екен, артында кім тұр дегенде сау етіп, нағашыларыңды, жиендерің, құдаларыңды алып келеді қазақпыз ғой. Сол жақта құда шақырсы дегеннің бір өзінің бір мәртебесі, бір-бірін танысып, сыртта көрген кезде білісіп дегендей. Бұл қазақтың өте жақсы бір дәстүрі. Біз Серкешпіз. Кішіздің ішінде Байұлы Серкеш деген ру, оның ішінде Қарамен. Осы Тереңөзектің өңіріне біздің аталарымыз 1850 жылдары келген. Тереңөзектің өңірі ешкімнің жері емес екен. Біреу ешкім табында, басқаларда әр ру келген ру менің ата мекенім деп айта алмайды екен. Бәріміз сырттан келгенбіз. Тереңөзекте 40 ру бар. Оның ішінде ошақтылардың бүкіл аталықтары бар. Бәрін біледі. Табында жетеді, кіші жүзі жетеді, руға кірмейтін қожаларда жетеді. Бір-бір ауыл болып тұр. Төрелерде бар, құдайға шүкір. Тереңөзек бір нәр алатын жер. Шын айтқанда, сыр ойының ішінде. Соған келіп қоныстанған аталарымыз қазір 1850 жылдан бастап осы өңірде тұрамыз. Өмірі шүбірі болып жатырмыз. Мынау өзіміздің Серкеш дегеннің ішінде үлкен аталарымыз 3 ата деген. Жәнтекей, Мәнтекей, Шәлтекей деген. Содан тараған ұрпақтарымыз. Бірақ біз Жәнтекейден тараймыз. Мен шетінен барын айтайын. Бәрін шақырмай-ақ қояйын сіздердің көңіл нелерің жолда. Нелерің уақыттарында алмай. Үлкеніміз қазіргі. Өзіміз Мұстапаның ұрпақтарымыз Бәджан Мұстапа. Мұстапаның 6 ұлы болған үлкеніміз дүние салып кетті. Аханбек деген ағамыз.
жеңгеміз бар еді Бексұлу, ол Тереңөзекте бәрі танитын. Совхозды білетін адам, совхозда істейтін адамдар бәрі танитын ол кісіні. Өйткені бүкіл күрішке су жіберетін сол кісі тұғын. Ол қазір дүние салып кетті. Бірақ балдары бар, Құдайға шүкір. Олар мына жақта. Мына осының барын айтайын. Одан кейінгі үлкен ағамыз Ақылбек ағай, сол ізін басып келе жатыр. Батқозда істейді. Бұл кісі қазір Астананың бір несін столысын ұстап тұрса. Анда-санда осындай тойға келеді, шақыру да қиын. Құдалармен бірдей сияқты. Бұл кісі только тойға осындай жиынға келеді. Содан кейін Батырбек деген ағамыз ол командировкадан тауыстырмайды. Алтынбек Солтысын таныстырам ғой? Бірден таныстырмай қойын, ол командировкада жүр. Содан кейінгі мен, Жарқынбек атым, мен де командировкадан шықпаймын. Теңгесі жұмыс істеймін. Мұна мен жұбайым Сара, пенсияға тақап қалып, бұл пенсиядан менен бұрын шығып кетті. Қай жылға? Өзің айтсай жылын айтпай ақ қой, негізінің жылын айту қоймайды. Бірақ қайда? Келін. Барын таныстырайын да. Мәриям, мен Алтынбек сілтей бердім, қазір таныстырам соңынан. Біз таниды ғой. Мына жақтан болды. Мына Бейіпсара. Бейіпсара сен ба? Мәрияның әлкіні кіші келіні сайлау деген ұсылған ол кісі не салып кетті. Қайсыз болды. Бірақ орнына бар оғалар дегенде балдар Құдайға шүкір, балдар жүргізуші осында. Мәрия, ана мына жақта отырған. Үлкен келіні. Онда Абылай деген менің құрдасым бар еді, ода ол кісі не салып кетті. Қайсыз болды. Міне, баласы міне. Атын кім еді? Жандос. Міне жақта отырғандар еді. Біздің өзіміз жеңгеміз айта келе жатырмыз ғой деймін. Мына жақта өзіміздің нағашымыз Ұлжыз Қағылы, Қағылының ішінде Қарағаңыл деп. Қағылы деп өлді деген ғой, содан кейін білдік қой. Мына шешеміздің сіңлілері отқан. Бір жағынан жеңгем, бірақ нағашылы жағы басымдауда, жақындау. Үрлән. Мен сіркешке келіп отырмын, бірақ мен. Мына Аққырден бұрын құдамын таныстыру керек еді, бір жағынан күйеу. Бақтыбай деген, Барлыбай. Бір жағынан құда, бір жағынан күйеу, бір жағынан ошы бәрі осыған деген. Қазақтың бар ғой, бірін түртіп қалсаң, я күйеу болып шығады, я туысқан болып шығады, я жиен болып шығады, я нағашы болып шығады, я ең соңынан құда болып шығады. Сол сияқты қара тамырлы қазақ қой. Әр жағында отырған, жаңа айтып отырмын, үш шалдың балдарының бірі, өздерің жаңа жерлестерің, айтпай арықтың бойында өскен, сояққа дүниеға келген Ахмет ағай. Оны жастар тани бермейді, үлкендер танитын шығар. Бұл кісінің әкесі жырау болған. Осындай тойларда, баяғыда тамада деген жоқ, жыраулар болған ғой. Бір тойдан екінші тойға бар ғой, сол сиыр болып жүрген кісілер ғой. Соның үлкен ұлы Ахмет қазір өзінше мөлтек аудан құрған. Бұл кісіні күндігінде айтамыз. Пәленше аудан деп атын қояйық десек, қашып Ахмет ауданы, мөлтек ауданы қояйық десек. Бұлай келе жатырмыз. Мынау төртеу отырған құдағайларымыз. Еқтай. Бәрияның жеңгесі. Аты кім еді? Сәрсенкүл. Қолыңызды көтеріп қойыңыз. Ар жағында отырған қанатты осы үйдегі жасы соның енесі құдағай Әсемкүл. Мына жақта құдашамыз отыр. Әсем. Бұл кісі бүкіл райболиция тіреп тұрғандар. Қалғандар сыртқа жүріп, бәрін шақырмай қойып, бірден мауызда құдаларын таныстырайын. Мына Алтынбек. Мұғалім болып жұмыс істеген, СОХОТОда жұмыс істеген. Соңында пенсияға шығатын кезде мына 35-ші мектепте сояқтан пенсияға шықты. Мұғалім. Қаяқтан таныстырды. Біраз лауазымды
жұмыста істеген қазір пенсияда. Ya жолда жүру ережесі үйретіп бар. Тұратын енді. Бәйішінегі мен сумайды, құдайға. Мына Мария жеңгеміз, бұл кісі біраз жыл ветеринарлық училищеде жұмыс істеп, сөйткен пенсия шықты. Қазір көп өзің медалдарын неге таппайсыз? Сенікі таныстыра өтейін де. Жаңа айтып қағылды. Bir жағынан қаңылы, бір жағынан таманың қызы, менің балызым Сәуле. Өткенде таныстырды. Осы үйдің келіні бір жағынан бәрімізге де құдаша десе құдаша, келін десе келін қызмет жасауға. Қалғандарын бірте-бірте таныстыра береді. Камада, сөз сізге. Бәрекелді, мына қасиетті сірелінде, қорқыт жатқан жүрелінде, бау бақшасы жайнаған, құстары бақта сайраған, дәулетіне сәулеті сай Алтынбек ағамыздың шаңырағында танысып жатқан таныстығымыз 1000 жылдыққа ұлассын деп бір қол соғып қошеметтейік ағайын. Енді мына қадірлі ағайындар, енді мына жақта жастар жағына бөлек дастархан дайындалған. Енді мына жақта төмен отқаннан ана жаққа барып жоғары отқан жақсы болар деп, осы жерде мына құдашаларды, құдабалдарды мына жаққа дастарханға бөлек бөлек жайғасақ деп жатқан жайымыз бар. Ендеше осы жерде жастар жағы мына жаққа қарай келіңіздер, құдашалар, құдабалдар қанекей мына жаққа барып дастарханға жайғасып қанекей. Сол қабай туысымыз сол дастархан келіңіздер, мына жақта бөлек дастархан бар қанекей. Дастархан төріне жайғасып, бір-бірімізбенен жақсылап танысып алдық. Енді осы дүбірлі тойымызда жақсылап тұрып, мінекей осы шаңырақ көтеріп жатқан балдарымызға өзіміздің әкелік, аналық тілек-лебіздерімізді жеткізіп отырайық. Енді мына батаменен ел көгереді, жаңбырменен жел көгереді дейді. Мінекей бата тілектеріңізді айтып, осы дастархан төрінде мінекей балдарға бақыт тілеп отырсақ, нұр үстіне нұр деген. Ендеше осы әулетіміздің мінекей үлкендері бар, осы жерде сол әулеттің үлкендеріне бір тілек беріп, сол кісілерді мына дастархан салтанатты түрде әдемілеп тұрып, сол кісілер ашып берсе деп жатқан жайымыз бар. Енді мінекей жаңағы айтқан ғой, жас үлкендер өз алдына бір төбе, оларға еткен қызметіңде мәртебе, бәрекелді балам десе болғаны бақыт құстың қасыңа келіп қонған дейді. Мына шаңғырмақтар жай тастайды, адасқан қойды жол бастайды, әділ төре ел бастайды, батыр жігіт қол бастайды, шешен адам сөз бастайды, әулетіміздің үлкендері той бастайды дейтін болса, мінекей ұрылы елді ұялы теректей қылып, басшыда қосшыда болып отырған осы жерде ағаларымыз бар, апаларымыз бар, аналарымыз бар, сол кісілерге мына тілек беріп, осы дастарханды бір жақсылап тұрып ашып берсе деп жатырмыз. Ендеше әулетіміздің үлкендері енді міне осы жерде мінекей Ақылбек ағам, Ақылбек ағам апам бар мына жақта. Шал шақыр қазір. Енді осы жерде мінекей әулетіміздің үлкендері мінекей осы кісілер жақсылап тұрып мына тойды бастап берсе, мына балдарына бақ тілеп жатса. Баяғыда оның басылмай тұрып айтып қоймайсың ба? Мені сыпайы етіп сөйле, маған жаңа мәртебеңді көрсетіп дегендей. Ал құдағайлар, төрден алғаның орындары құтты болсын. Екі жас бақытты болсын. Шаңырағы биік керегесі мықты болсын. Ішке қуанышқа сырты малғыт болсын. Өнімнің отбасы берекелі болсын. Дастарханы әрқашанда қуанышқа жайла берсін. Тойға ұласа берсін. Орта ясны. Ал болды. Ал ары қарай тілегі жалғастырайық. Ал құрметті құдалар, құдағайлар, құдашалар, туғандар, туысқандар, мынау мен отағасының сөзіне мен де қосыламын. Келіп жатқан кісілерде маған алыс кісілер емес, мен бөтен емес, мына отқан бәрі мен жеңгелерім ана. Тұрған апам да жеңгем, анау кімнің жаңағы Шпион деген осы әулетіміздің шпионы осы. Ошақты болса, ошақтылардан туысқан табады. Таздар десем, өткенде таздар. Қаяқтағы Жамбылдың таздарынан келін сүрдік ағама. Бұнау шықты, мен де тазбын, мен де өлсемін деп. Серік пен Ботаны онсыз да танимын. Ана кімді де онсыз да танимын. Сатыраштың інісін. Әлім болады ғой, әлім болады. Байлы ошақтыға мен де жақынмын, шешем Байлы ошақтының қызы. Құдайға шүкір Қызылиханда оқыдық, Қызылиханнан бітірдік. Сондықтан маған да барлықтарыңыз жақынсыздар, туысқансыздар. Мынау келген қадамдарыңызға гүл бітсін. Ауырмаңыздар, сырқамаңыздар, қайда жүрсек те аман жүрейік. Өйстіп тойда, томлақта басымыз қосып, мына екі жасқа тек бақыт тілеп, өбірлі-шүбірлі болып, отбасы аман болып жүре берсін. Кешеде ана ресторанда айттым ғой, жаман жерге келіп жатқан жоқ.
өскен өнген жандар мына кісілердің барлығы шүкір Аллаға. Туысқандары бар жетеді, бәрі енді алыста көбісі. Осы Тереңөзекте өзі 5-6 ақ емес, өзі де Серкештегі. Сондықтан аман болайық. Осындай тойда басымыз қосыла берсін. Екі жастың бақыты үшін деп осы мына сусындарымыздан алып қояйық. Сен де айтып Мынау айтпайын қасуға. тұра тұр енді. Мынау айтпайтын сағасына бастап Көрмәстер ғой. Мен де бір құда болып келіп жатқан сияқтымын. Міне кене шпиондар. Мынау иә, бәрін бір ауылдың адамымыз ғой. Мен 20 жыл өмірім сояқта өткен. Анау Елбірді кездеспеген Фатыманы көріп көрдім. Қасына отырады. Мен танымар жоқ көше. Онда кемпір болады деп ойламадым. Жас қалпында қала бересіздер Кезімдегі түрім сақталып қойған ғой. Мен бірақ ойладым. Аға, тіс керегенге тіс алдырып бермесін. Жоқ, керек жоқ. Осы ауыз болады. Мынау берген қадамдарыңызға гүл бітсін, құтты болсын, екі жақ құда болып жатырмыз. Мынау бағыңызға тиетін сүю бола, жақсы азамат болсын, жақсы семья болсын, өрлі шүгірлі болсын, балалы шағалы болсын. Осындай әр уақытта сіздермен біздер құда жегжат қуанышта, тойда, кәдімгі шын ықыласпен құшақтасып көрісіп отырайық. Ешқандай реніш болмасын, әңгіме сөз болмасын. Аспан әр уақытта ашық болсын, осындай күн ыстық болсын, тер шығып тұрсын маңдайымызда. Сол үшін Мен де жаңа айтып отырмыз ғой, танысымыз, жағынан жиеміз, нағашымыз деп. Қазақ қара тамырлы ғой. Әр қазақтың басы кездессең бар ғой, ең соңында құда болып шығады. Мен сыртта жүргесін білем. Сыртта жүрген ана қазақсың ғой, руын сұраймыз ғой. Қызылордалық неге руын сұрайсың дейді. Біз айтып, жақындату үшін сұраймыз. Несін? Пәлечі, ойбу, құда екенсің дейсің, жиен екенсің, нағашы. Сол жақта қазақ қара тамырлы, қазақ бір-бірін туысқанын іздейді әр жерге бар. Мынау Алтынбектің бүгінгі кенжесі үйлену тойын кеше рәсімінде болдық бәрімізде. Өздеріңіз де қатыстыңыздар. Мен бүгін енді әдетте құда шақыру дегенде, осы құда шақыру тойды жақсы өткізу бәрімізге байланысты. Көңілді отырайық. Алдымызға қойған астан дәм жеп тұрайық. Жаңа ыстық деп жатыр ғой. Ыстық ол өзіміздің бір-бірімізге ықыласымыз шығады. Ол Қызылорданың ыстығы біреу айтады кеше жолда келе жатыр. Ойба ыстық мынанда ғой. Мен айтам, ыстықтың бөгесін баяғыда көрген жоқсың. 70 жыл. Сол кезде ыстық болатын еді. Ол кезде қызмет жасатын еді, шөп оратын еді. Қазір ешкім осындай ыстықта үйінде кондиционердің астында жатыр. Жалқа болып, мынау той қыласың. Бәрімізге жұғысты болсын, қызы өсіріп отырамыз, ұлы өсіріп отырмыз дегенде, бәрімізге де осындай тойы жұғысты болсын. Не дейін? Қадамдардан гүл бітсін. Жақсы тойды атқаруға, атсалысуға бәріміз тілектеспіз. Көңілді отырайық. Бірден Құтты болсын, қадамдарыңыз. Дендеріңіз сау болсын, отбасыларыңыз аман болсын. Әрдайым осы аудитке тойға келіп жатсын, Алла тағала. Әр нәрсенің өзі беретін Алла, бәрін өз ретімен берсін деп тілейміз. Мына екі жас бақытты болсын. Екеуіне тек біздің тілегіміз, әрі қарай алып кету өздерінің парызы. Ата-анасы аман болсын, жерде отырған менің ағай мен апамыз аман болсын. Барлық осы семьяның, барлық осы отбасының ұйытқысы, сондықтан да тек жақсылық, осы үйде тек той болсын, бәрімізді соған көруге жазсын, ағайын дос аман болсын. Бәрекелді, мына жақсылардың жайсаң жаны, жаныңа нұр төгеді. Олар жайында айтарымда көп еді. Үйлеріңізде болсын, береке, отбасыларыңызда болсын, осындай күнде думан той, береке деп бір қол соғайық, қошемет деп қояйық. Құдалар жаққа қарай барайық. Құдалармен стакан сыңғырлап соғыстырып, 1000 жылдығымыз құтты болсын деп
құдалармен бір 50 грамм 100 граммдан алайық қанеке. Ал жақсылап алыңыздар мінекей. Ақ тілектің құрметіне жақсылап алдырып отырыңыздар қане. Стакан сыңғырлап соғыстырып балдардың бақышын алып қойып отырыңыздар қанеке. Дайындар қанеке. Қашқан алайық, қанден алайық қанеке. Мына ән көңілдің ажары деп, мен сіздерге бір ән айтып беріп отырайын. Мына тойбастар ретінде жақсылап тұрып сіздерге деген осы әулеттің атаған ән деп біліп, жақсылап сол әнді білсеңіздер, қосылып, білмесеңіздер, алақанды соғып отырсаңыздар болады. Той құтты болсын дейміз ағайын қанеке. Жанып тұрған жұлдызым, қалдысың ба қырғызым, қазар қонған елгедік, келі бол сен біздің. Құда болып қайтайық, жинауылдың маңайын, көкпар тартып жаңғыртып, ауылыңда аунап жатып бір марқайып қалайын. Ән жақсы қыламыз, біз сіздермен құдамыз, ілгеріден біргеміз, ажырамас іргеміз, ойнайық та күлейік, құда болып жүрейік. Ай қой, құда болып жүрейік. Жаздың күні барқыт еді әдемі, ашық еді бүкіл аспан әлемі. Ай сәулесі түсіп тұрды жүзіңде, қабағыңда сәл көлеңке бар еді. Бар ма сол жақ мен білмейтін жоқ па әлде, жолығуға асығама күткенде, кездесуге қайранар қорқам ма? Төмен қарап мен қасынан өткенде, төмен қарап мен қасынан өткенде. Онамай отырып, шапалағымай отырып. Ойна, бейбейді, ешқашан ақ тілекті арнайман, сүйіктім саған. Ойна, бейбейді, мұңайма, ешқашан ақ тілекті арнайман, сүйіктім саған. Арғы жағы еділдің бергі жағы, жағасында жайқалған жапырақ. Үкілім ай жеңеш ай сағындың сәулем, бірісін ойылап. 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 Қадірлі ағайын, әрі қарай тойымызды жалғастырайық. Енді мына жаңа осы жерде әулеттің үлкендері сөйлеп жатса, енді осы сіздер жақтан да, енді мына әулеттің үлкендері бар. Бағана таныстырды ағамыз барлық осы жерге келген құда-құдағайлардың барлығын. Енді ағамаға сәл жәрдемдесіп қазір мына енді тілек ретін, жөнін, жолын барлығыңыз өзіңіз білесіз, соны реттеп айтып отырсаңыз дұрысымен нұр деген. Енді осы жерде мына сіздер жаққа тілек келіп жатыр. Тұрғын әжем. Мінекей Құдай қосты, құда болып жатқан жайларыңыз бар. Енді осы құдаңыздың дастарханның төрінде мінекей шалқайып отырып, әдемілеп тұрып бір тілегіңізді айтсаңыз қанекей. Ал қане, құдағайлар сөйлейін деп жатыр еді. Қанекей, құдағайлардың үлкендеріне тілек қылып қойды қанекей. Соны жұлмалы бекарында ол. Берғана жіберіс қайта. Құрметті құда-құдағайлар. Ауыз жіберіңіз. Терезе ашық тұрыңыз. Терезе ашық тұрыңыз. Терезе ашық болған сол ауызда Шай шулап қалмай. Маған бұрсаң, баған бұрма дейді. Мынаған қойсаң. Сөйтіп тез қаратып қойшы. Әрі қарат, бәрі. Ал енді мына вентилятормен айналысып болсақ, енді құдағайлардың тілегін тыңдайық ағайын. Ал қане апа. Ал құрметті құда-құдағайлар. Нелеріңіз, қоныстарыңыз қайырлы құтты болсын. Енді келіп жатырмыз ғой. 1000 жылдық құда, 100 жылдық күйеулеріңіз ол да қайырлы құтты болсын. Бошақты байлыменен құда болып жатсыздар. Біз өнген жанбыз. Өзіміз атадан 6 бала. Бұған сол 6 баладан тараған осы ұрпақтар ғой енді. Үлкендеріміз болса да кетіп қалды. Енді мен болып қалдым ғой енді үлкен бәрін айтқанда бірін айт. Сол енді осы 2 баланың арқасы ғой біздер, мен сіздерді осындай кең дастархан басында кездесіп
білісіп танысып атқандарымыз. Екі балам бақытты болсын. Тіккен шаңырағы биік, босағасы берік, керегесі кең болсын. Аңсаған армандарына жетсін. Қол ұстасып өтсін екі балам. Жемісі бол дарақтай өркіндесін өссін. Сол балдарымыздың қызығын, рақатын сіздер болып, біздер болып көре берейік. Еліміз аман болсын. Дастарханымыз тек осындай тойға жайылсын. Дастарханымыздың төрт бұрышы гүлге, ортасы нұрға толсын. Балдарым бақытты болсын. Шүкір, жақсы жерден алдыңыздар келінді. Бота келінім болса да енді осы балам ертерек кетіп қалды ғой, енді серік. Келінім осы балдарды жеткізді. Енді сіздерге алтын ұясынан сіздерге ұшырып отыр. Сол Құдағай, баламның кеміз болса, кешіресіз, артығы болса, асырасыз. Енді сізге аманат біздің баламыз, меруетіміз. Ал енді тек осындай той әрқашан бола берсін. Тойда басымыз бірігіп, осындай қуанышта тойда болайық, аман есен жүре беріңіздер. Бәрекелді, әрі қарай Қанекей. Құдағайлар, тойларыңыз құтты болсын, біріншіден. Біздің қадамымыз құтты болсын сіздерге. Дастархандарыңыз әр уақыт осындай қуанышқа тойға жайылсын. Екі баланың арқасында дидарласып жатырмыз. Білмегендерімізді біліп, көрмегендерімізді көріп жатырмыз. Ахмет сияқты кластасымды көріп жатырмын, 56 жылдан бері көрмеген. Ахмет, Байсын, Батырхан, Жүрген, кластастығымыз бәріміз Жүргенбай дейді ғой. Сондай-ақ мына біздің келіп жатқан баламыз, бауырым, сіздерге бақыт әкелсін. Серікболмен екеуінің құрған меруеттің шаңырақтары биік, керегесі кең болсын. Босағасы мықты болсын. Еш уақытта шайқалмасын деп тілейміз. Алла отбасыларыңызға бақыт әкелсін. Біздің бауырымыз. Не дейін? Менің бауырым ерте кетіп қалды, шүкір енді. Серіктің көрмеген қызығын келін бота көре берсін. Шүкір көріп жатыр ғой. Үшінші баласы ұзатылып жатқан. Бәрі бақытты болсын. Осы келген жерінде тастай бар судайсынсың. Жаңа тұрған жеңгем айтады, біздерде әжем айтып отыратын Атабайдың алтылы деп. Сол алтылдан тарағандарымыз біздің отбасынан келіп отырген үлкеніміз жүрген інілеріміз де бар. Мен Серіктің әкесі ұзақбай туған ағам. Төрт жыл тұрмыз. Бәрі дүниеден өсіп кетті. Елжылда ел жаңа 100 жылда қазан деген осы екен. Енді жастар қалып жатқанымыз. Үлкені біз болып жатырмыз. Құдағайдан тұрғын, Құдашадан мен болып үлкені қыздардан. Қалғандарымыз аман болып, осындай қызықтарды көре берейік. Екі жақ ата-анасына мейірімді болсын. Біздің қызымыз сіздерге жақсы келін болсын. Күйеу бала жақсы ұл болсын. Екі жақ ата-анасына мейірімді болсын. Әсіресе осы ата-анасына мейірімді болсын. Үлкен сыйласа бәрі жақсы болады. Отбасыларыңызға жақсылық тілеймін. Бақытты болып, бақыттан бақытқа жете берсін. Өбірлі шүбірлі болсын. Осы дастархандарыңыз әр уақытта қуанышқа тойға жайылып, шілдехана той, бесік той, сүннет той бола берсін. Сол тойдың куәгары болып, біздерде аман сау жүре берейік. Әр уақытта тойда кездесейік. Бәрекелді, рахмет апа. Ал әрі қарай, Қанекей, тілегіңіз жалғайын. Toylarınız kutlu olsun. İki bala baqtlı olsun, ömürlü olsun. Olsun iki balanın kızını körelerimizde ya. Orada baqtlı bayandı olsun, her vakitte toy olsun. Benim sevgisi körelmeye gitti koy. Körelmeye gitti. Artında var koy şükür. Bu takdirin ballarını kızını görsün. Alдар бақытты болсын, деген өлжесін, өсін, әр уақытта той болсын. Бәрекелді, мінекей осы құдағайларымыздың мінекей ақ тілегіне бір қауыздық қошеметтеп қояйық мінекей. Әрі алдымызда тұрған сөзіндарды көтеріп балдардың бақытшын алып қойып отырсақ мінекей. Той үстіне той деген тілек үстіне тілек болар еді деген еді, мына тілектеріңіз қабыл, балдардың мұраты асыл болсын дейміз мінекей. Ал алдырыңыздар мінекей жақсылап.
енді апа мына тілек айтып жатсыздар ғой. Я мына балдарға барлық бақыт тілеп жатсыздар. Енді мына жаңағы осы тойға келген кезде, я мына енді осы келіп жатқан мына аналар қауымына бір әдемілеп тұрып бір ән айтып берсек деп жатыр апа. Енді мына сіздердің де мінекей балдарыңыз екеу болып жатқан жайы бар. Енді мына қуанып осы тойға келіп ақ тілек жеткізіп жатсыздар. Енді сіздердің құрметтеріңізге мына аналар жайлы бір керемет ән бар. Соны жақсылап тұрып сіздердің құрметтеріңізге орындап берсем деймін. Я мына жаңағы айтады ғой, қай елде болсын, қай жерде, әлемнің мәні әйелде. Мықты болсаң сен егер әйелге барып дәлелді. Құдайдан кейін сол жебер бақытты сенде болмайсың, әйелің сорлы болса егер, соған сырды ашасың, соған шөлді басасың. Бүгінгі тойға жиылып келіп отырған барша аналар қауымы жасасын деп, аналарымыздың құрметіне қол соғып қанекей жасап бір ән айтып берейік. Деген асқақ аттан ұлыңмын, атқа мініп көкпар шапқан, бүгінгі ол мереке сіздердікі, тойларың құтты болсын болып жатқан. Senin ananı aldın, benim anamı aldın. Kolpara bir karındasım, aman bol caldın. Ağzın gelir elim, sulu kızlar senin. Analardı kutluktap, kol soğunlar verin. Senin ananı aldın, benim anamı aldın. Kolpara bir karındasım, aman bol caldın. Ağzın gelir elim, sulu kızlar senin. Analardı kutlukta kol soğanlar benim. Üstügül peygamberda olan adan, kız mısın arvana kanalan. Sağası görüşülüktün alamada, şar bolgan anesinde bir ağadan. Senin anan aldın, senin anamı aldın. Kolpara bir kardeşim aman bol caldın. Ağzın gelir elim, solu kızlar senin. Analardı kutlukta kol soğunlar benim. Uşaklardı kutlukta kol soğunlar benim. Şirkeşlerdi kutlukta kol soğunlar benim. Meryapamdı kutlukta kol soğunlar benim. Otapaydı kutlukta kol soğunlar benim. Senin ananı aldın, benim anamı aldın. Kolpara bir karındasım, aman bolup çaldın. Ağzın gelir elim, sulu kızlar senin. Analardı kutlukta kol soğunlar verin. Analardı kutlukta kol soğunlar verin. Altın diyeceksin. Ya al endi qadrli ағайындар, енді мына ya жақсылап тұрып мінекей тілек айтып, ән айтып шелек көңілімізді көтеріп жатқан жайымыз бар. Ya мына видеоларды я шығарып тастаңыздар, я бірыңғай қосып қойыңыздар. Ya мына жаңағы енді тойымызда мінекей үлкен кісілер бар, біреуіне жел жағады, біреуіне жақпайды деген секілді. Енді мына вентилятормен айналысып жатыр, апа тұра берсін да. Маған ұнап тұр, өз басым айтуы. Енді мына әрі қарай тойымызды жалғастырып отырайық. Енді мына осы тойда мінекей қандай мінекей жақсы үлкен кісілер келіп мінекей балдарына тілек айтып жатыр. Мына енді осы үлкендердің тілегі қабыл болсын дейміз ғой. Енді мына үлкендеріміз мына тілек айтып балдарға бақыт тілеп жатыр. Енді осы тойға келіп жатыр. Кей жерлерде мына үлкен кісілерді жаңа тілек айтатын, бата беретін үлкен кісі таба алмай қалатын кездеріміз болады. Тойда көріп жүрміз ғой талай жерде. Мына жаңағы ертелікте дейді апау. Мына жаңағы бір әжеміз үйінде жатқан ғой, үлкейген кісі. Содан жаңағы өзінің келіні дайындалып, жуынып, шайынып, таранып, боянып жатыр дейді айнаға қарап. Содан ана келінің дайындалып жатқанын көргенде айтып жатыр дейді, ай балам ау қаяққа барайын деп жатсың деп. Сөйтсе келін айтады дейді, ой апа жата беріңіз, сізге қатысы жоқ. Пәленшенің кішкентай немересі үйлеп, соның тойына барайын деп жатырмыз деп. Содан енді жаңа кісі ашуланған, сонда не мен бармаймын ба не деп. Сөйтсе айтып жатты дейді жаңа келіні, ойбай апа кілең жастар жағы барады, ой жаққа үлкендер бармайды, кілең жастар барайын деп жатыр кезде жаңа әжеміз ашуланып кетіп айтып жатыр дейді. Тап осы жерде өліп қалып тойларының бытсын шығарса үлкендер. Сол сияқты енді мына осы үлкен кісілеріміз мінекей аман болып осы тойға келіп тілегін айтып отыра берсін. Енді мына жаңа күлсең кәріге гүл дейді, мінекей жасын береді деп жатады. Апа мына сіздерде Құдайға шүкір мінекей 80-ді сеңгірлеп қалған кісілер сіздер ғой. Мына сіздердің жастарыңызды маған берсін.
Менің жасымда сіздерге берсін деп қояды деймін. Мына енді өзі жаңағы тойдың сәні, мына енді әнменен күй төресі, мына елдің сәні ханменен би төресі осындай ұланасыр мінекей ошақтылар менен құдандал той жасап жатқан Шеркеш әулеті мінекей Алтынбек ағамыздың арта берсін мәртебесі деп бір қол соғып қошеметтеп қояқшы. Енді мына осы мінекей тілек айтып жатырмыз. Енді мына сіздер жақтан тағы да бір тілектің кезегі болса, енді мына асабаның міндеті тілек беріп көңілді көтеру дейді. Мас адамның міндеті үйге кіріп шығу дейді. Әжелердің міндеті тәтті кәмпитті қалтаға тығу деген сияқты әр адамның өз міндеті бар. Менің міндетім мына тілек беру болатын болса, енді аға, жәрдемдесіп жіберсеңіз, енді осы жерге келіп отқан құда-құдағайларға. Келіндеріңіздің нағашыларына берейік. Аха, ал бәрекелді. Сен құда, аман келді құда. Құдағай. Ал енді мына осы нағашылар қауымы деп жатыр ғой. Енді мына жаңағы алыс ауыл арасын жақын қылған нағашым, ер жүректің баласын батыр қылған нағашым, ақ көңілдің баласын ақын қылған нағашым, нағашыдан жақсыны іздесең қайдан табасың дейді. Мына енді осы жерде мінекей арнайы келіп отырған осы меруерттің нағашы ата әжелеріне бір жақсылап тұрып қол соғып қошеметтеп сөз жүзеге ұсынайық мінекей. Ал міне. Алма құдағай құтты болсын. Дастархан мерекелі болсын. Екі бала екі жаққа мейірімді болсын. Өмірлі шүгірлі болсын. Осы айтылып жатқан тілектің бәріне де қосыламыз. Әден жаман тілек айтпай, жақсы тілек айтады ғой. Бақытты болсын. Әбеке. Аллаға қарай, Құдай қосады деген бұлақ құдалық құтты болсын. Құдай қосқанымыз. Мынау енді біз өзіміз, мен шөмішті керейт боламын. Ботаның папасымыз. Мынау мен туған алам. Анау үлкен балам. Бер қарай әкелем. Әбеке, мынау не yapmayın? Ben bunu olsun mu? Bu o gözü bitti olsun. Ekolanın arkası koy. Olsun basın oturup atkalım. Ulan екі bala бақытты өмірлі болсын. Өмір жасы ұзақты болсын. Ата енесінен мейірімді болсын. Осылар рахатын көрсін. Осы кісілердей қартайып, қосағар, бала-шағалы өмірлі болсын. Барлық осы келіп жатқан кісілердің отырмасында той думан болсын. Сол жақсылықта келісейік. Бәрекелді. Ал ары қарай, қанекей. Шебекті екі бала ғой, екі бала бақытты болсын, өмір жасы бақ болсын, екі жаққа да мейірімді болсын. Қандай тілек. Қыздардың отының басына, құда-құдағайлардың отының басына тілеймін. Тілектер айтылып жатыр, соның бәрі періштенің қолауына шалынсын деймін. Екі бала бақытты болсын. Бәріміздің де отымыз басына кіремін. Той болып, той-тойлап жүре беріңіздер. Ал бәрекелді бір қол соғып қояйық. Тағы нағашылар түгел ма? Нағашылар түгелденді ма? Қалып қойған жоқ қоя. Қазір келіп жатса айтыра жатармыз тағы да. Енді мына тілектеріңіз қабыл болсын апа. Балдардың мұраты асыл болсын деп жатырмыз. Енді мына дастархан төрінде жақсы тілек айтып жатсыздар мінекей. Нағашылары, осы ата әжелері тілек айтып жатыр. Осы кісілердің мінекей тілегі қабыл болсын деп. Енді мына алдымызда қойылған мінекей құйылған сусындарды көтеріп, мына нағашылардың тілегі қабыл болсын деген ниетпенен жақсылап мына балдардың бақыты үшін бір алып қояйық та қанекей. Ал стакан көтеріп қанекей балдардың бақыты үшін алып қойып отыр. Негізі осы кісі келіп бізді таныстыру керекті қой. Мен жұмыс бабымен кешігіп қалды, біраз неміз былай әдемілеп таныстырылмай қалды да. Одан кейінгі ең кішкентай тағы інісі бар тұқын. Ол кісі де қайтыс болды, бірақ оның келіншегі келе алған жоқ. Одан кейінгі қыздардан, енді 4 қыздың ең үлкені атамнан кейінгі қарындас жаңағы. Сол кісі, одан кейінгі қыздың күйеуі Ақшагүлдегі апамыз болатын. Сол кісінің күйеуі Аманжол деген. Енді бұл кісіні айтам енді, атай берем енді. Одан
одан кейінгі тағы жалаңашта тұрады. Бақыт деген тәтеміз бар. Кеше свадьбаға бастап барды, күйеуімен сол кісі болады. Одан кейінгі тағы бір қарындасы бар, ол Тараз қаласында тұрады. Ол кісі де келе алмай қалды. Ал енді сол туған құдаларымыздың жаңағы бірден айттым ғой, бірден айтып кеттім. Туған құдаларымыздың өзі де 3 ұл, 2 қыз тұқын. Сол үлкен қызымыз ағатта тұрады, ол келе алмайды. Одан кейінгі қыз таныстырды ғой, Айгүл. Одан кейінгі мен жолдасым Хасен, одан кейінгі Ғабит сол жаңағы өзі 3-5 ет дегенім ғой. Жаңа кісі келгеннен кейін айтылып жатыр. Сол енді таныстырып жатқаным. Ай, бәрекелді, бір қол соғып қошеметтеп қояйық шығады ке. Ал рахмет. Мінекей, енді мына қадірлі құдалар, енді мына әрі қарай тойымыз жалғастырайық. Жаңа ағаларымызға айтып жатырмын ғой. Мына құдаларға барып кел құда алып қояйық деп айтпасаң ыңғайсыздау болар я. Сол құдаларға барып стакан соғыстыр деп жатырмын ғой. Баяғыда дейді бір ертеректе бір жаңағы осындай құдалық тойға бір жаңағы шал менен кемпірі екеуі шығыпты да құдалыққа баратқан ғой. Сөйтсе жолда кетіп баратқанда жаңа кемпір айтады дейді шалына. Шал сен ана құдалыққа барғанда іш деген сайын ішіп жаңағы жерде мас болып қалып құлақ балып жүрме. Маған қарап отыр, мен саған ымдап отырам, іш деген кезде іш, ішпе деген кезде ішпей қал деген ғой. Жарайды деп екеуі келісіп барған, сөйтіп жаңа құдалық тоққа барғаннан кейін енді бәрін қатар-қатар отырғызбайды ғой ерлі-зайыптыны. Ана құда жоғары қарай шықты да құдағай мына жаққа шығып қалыпты дейді. Сөйтсе екеуі екі жақта отырған, содан ана жаңа арақ құйып жүрген жас бала келіп, ана құдаға келіп айтады дейді, құда келіп мына тілектің құрметіне алып қояйық десе, жаңа көкем жаймен бауырсақ жеген адам құсап кемпіріне қарайды дейді көзінің қиығымен. Сөйтсе кемпір жаймен қарай шай ішкен адам құсап биіп отыр, басын шайқапты. Содан жаңағы айтып дейді, ай бала мен осы арағыңды ішпейтін едім деп. Содан жарайды деп кеткен, он емес минуттан кейін жаңағы бала тағы да келіп, көке мына тілектің құрметіне алайық та десе, жаңағы кісі демен көзінің қиығымен тағы да кемпіріне қараған ғой, кемпірі жаймен ғана басын шайқапты дейді. Содан жаңағы айтып дейді, ай бала мен жаңа айттым ғой саған ішпеймін деп арақты деп. Содан жаңағы ішетін адам ғой енді, мына тілеп бара жатыр. Кемпірі басын шайқайды, сол бас шайқаумен 2 сағат дастарханда отырады да, дастарханның батайсы қайтарып сыртқа қарай шығады ғой. Сөйтсе жаңағы арақ құйып жүрген бала ана кісіні байқап қалған ба, ана дастарханнан бір бөтелке арақты қойнына бір шай кесені қалтасына салады да далаға шығып жаңағы кісіні тауып алады ғой. Сөйтеді де барып айтады, құда жүріңіз мына құдаңыздың қоражайын көрсетейін деп бақтың ішіне апарып жаңағы қалтасынан кесені шығарып бір кесе арақты толтырып құйып беріп көке тартыңыз десе, жаңағы көкем тағы айтып жатыр, бала мен бағана айттым ғой саған ішпейді. Ой көке мына жерде ешкім жоқ, кемпіріңіз жоқ, давай ішіңіз деген ғой. Сөйтсе жаңағы бір кесе арақты тартып жіберді да аузы бұрын бір сипапты да тағы да бала бір құйды, 2 аяқ тең болсын деген ғой. Содан екіншісін құйдырып алып, оны тартып салған ал бала кетіп биге деген бар билеп жатыр дейді. Бір жарты сағаттың уақыты өткеннен кейін жаңа көкеміз іздеп жүріп жаңа баланы тауып алып келіп құлағына айтып жатыр дейді. Ай бала, бағана құданың қоражайын тағы да бір көріп қайтсаң қалай болады? Сол сияқты енді мына жерде жаңа құда ал деп мына құрметіміз жасап отқан дұрыс қой деп жатыр. Мына стакан сыңғырлатып соғыстырып енді мына балдардың бақытшылығын алып қойып жатамыз. Мына ойғызбай, тойғызбай дейді. Мына ойымызды, тойымызды қыздырып отырайық деген ниеттеміз. Енді мына құдалар мінекей нағашылар қауымы әдемет мінекей ақ тілегін айтып жатыр. Мен өзімді мына таныстырайын, бағанадан бері таныстыруды ұмытып кетіп жатыр екенмін. Мен мына Қармақшы ауданы Ақжар деген елді мекен бар. Сол елде мына Кетелер әулеті деген бар, білесіздер. Сол Кетелер әулетінің мен бір баласымын. Асабалық қызмет жасап жүргеніме қазір 15 жылға жуықтап қалды. Бет ашқаныма қазір 25 жылға жуықтап қалды. Енді осындай тойда мына асабалық қызмет жасап жүрмін. Осы жерде бір сыпыра кісілерден айтып естіп жатырмын. Мына жаңағы өсіп өніп отқан жеріңді мадақтап, өніп отқан жеріңді құрметте деген ғой. Мен осы жерде жаңа Керейіттер деп жатыр. Керейіттер әулеті мен қайын жұртым. Мен Керейіттен алғанмын. Мына Далдабай деген ауылдар осы жерде ағаларымыз, апаларымыз келіп отыр. Сол ауылда мінекей Керейіттер әулетінен қыз алған жағдайым бар. Бүгінгі таңда осындай мінекей менің 4 балам бар. Қазір осы мына шаңырақ көтеріп жатқан осы Алтынбек ағамыздың баласы мына Серікболға осы менің жолымды берсін деп тілеймін ағай. Мына балаларыңыз бақытты болсын, тойларыңыз той қыласын, той құтты болсын дейміз. Енді осы жерде мына айтып жатырмыз ғой, мына жас үлкендер, мына үлкендеріміз бар осы жерде мінекей тілек айтып жатыр. Бір әжесі немересіменен екеуі бір бөлмеде жататын болған ғой. Енді немересін алып жатады да, шалы ана бөлмеде дейді да, содан жаңағы әжесіменен немересі кешкісін төсекті салып ұйықтайын деп жатса, свет сөндіріп тастап, есік ашылыпты дейді. Сөйтсе жаңағы шалы еңбектеп келе жатқан ғой, бірдеңе айтай қояйын деп кемпіріне. Сөйтсе жаңағы кемпірі басқаша түсініп қалған ба, айқайлап айтты дейді, ай қақпас кетер, немере ұйықтаған жоқ деп. Содан жаңағы ана сөзді естігенде шал кетіп қалған бір жарты сағат өткеннен кейін тағы да есікті ашып еңбектеп келіп келе жатса, ана әжесі ұйықтап қалып немересі ояу екен дейді. Сөйтсе немересі әжесін түртіп жатыр дейді, әже ана қақпас тағы да келеді.
сол жақтан біздің де мына тілегіміз тағы да келді. Енді осы әулетімізде мінекей жаңа нағашылар қауымы бар деген сияқты құда-құдағайлар қауымы бар. Аға, өзіңіз ретіменен, жолыменен әдемілікті тілек берсеңіз нұр үстіне нұр болады қанекей. Тілек аз болған жақсы. Иә. Енді апамда тілек беріп жатыр ғой. Иә, сіздерге мына құдағай деп тілек беріп жатыр. Енді мына 1000 жылдыққа қадам басқалы сіздерден біраз болды. Енді осы әулетке мінекей ағайын туысына айналып кеткен бүгінгі таңда. Бұрын сіздер ана жақта отырған болсаңыздар, бүгін енді жаңа құдалар келгесін мына жаққа шығып жатқан жайларыңыз бар. Иә. Ал енді жақсылап тұрып мына тілегіңізді айтып балдарға бақыт десеңіз қанекей. Алтынбек Мариям бүгін мына кіші кенжесі ғой, бүгін келін түсіріп жатыр. Мынау келін аяғынан құтты болсын дейміз. Төрге шыққандарыңыз құтты болсын, орындарыңыз. Ұзағынан болсын, мына екі бала бақытты болсын, үбірлі шүбірлі болсын. Мынау Алла тағала ұзақ өмір берсін балдарға. Сақтарымен қоса қарып, өстіп аман есен жүре берсін, көз тілден бәле жерден сақтасын Алла тағала. Алланың назарында, бақыттың базарында жүрсін балдарымыз. Мынау біз енді 4 немереміз бар, Құдайға шүкір қызымыздың. Қанатымыз осы жерде жүрсе, төбеміз көкке жетіп тұрар еді. Қанатымыз жоқ, бірақ орында бар, оңалар деген мынау қанаттың 4 ұлы бар, 3 ұл, 1 қыз бар, Құдайға шүкір осылар әйтеуір тірі жүрсе, аман жүрсе, жетілсе осылар бәрі осындай. Той, думан, бол болсын, соның бәріне көз жеткізіп жүре беріңіздер. Ағайын айтады ғой, ағайын төртеу түгел болса, түйеде келеді, ағайын алтау болса, ауыздағы кеткен жұрт, ағайын тату болса, тойда, бойда бәрі болады ғой. Дастарханымыз берекелі, мерекелі болсын, дастархан нанға жайылсын әрқашан. Тойдан тойға кете беріңіздер. Ол қыз өсер болсаңыз, солардың бәрін қызығын көріңіздер. Ұзағынан болсын Алла. Берерін тоқтатпасын. Бақытты болсын балдарымыз. Төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Сол балдардың бақыты үшін тойдан тойға жете берейін. Ал бәрекелді, ал қарай. Мария апамыз жеңгесі, дұрыс па? Алтынбек, екі бала бақытты болсын, өмір жасы ұзақ болсын, аңсаған армандарына жетсін. Жақсы тілектер айтылып отыр. Құзақы періштенің құлағына шалына берсін. Құдағайлар төрге шыққандарың құтты болсын. Ошақты кетсіңдер, бізде ошақтымыз. Ошақтының Алтынбек күйеу балам. Мария. Қайсысы ошақ? Қарасидақпыз. Мынау ағайларымыздың қайынсынығым. Алтынбек күйеу балам. Осы естіп отырамыз, дұрыстабайшы. Секреттерін күтпейміз, қайсы ошақ, қайсы алып деген. Алтында ошақтың Біреу айтады, екі атын болған деп. Ошаққа көшіп келдім, 2 жыл болды. 18-де дегенім, қарашы. Неде тұрам, 9-ші Қалиды? Менің күйеу баламның sonra елмен қанша жыл? Сендер қастырып өтті. Өзің ұлыңды айтмыш. Жақын кездесін бұлар. Мынау, жақсы сөйге айтылады, құдағайлар, тойға шыққандар құтты болсын. Келеді деген шығады, мен өзім арбалы келекті қызымын. Ал, Шешініп келеді. пожалуйста. Мәдениет күнім. Мына енді апамен жездеміз ортасы 3 күннен бері тойлап жатырмыз ғой. Bu yerде енді негізі біз алтағайын деп сол шөгіп кетті. Енді апамыз бар тұғын, апамнан үлкен. Апамыз екеуміз аттаспыз. Сосын бұл кісі дәрменге құлағына негізі болды қазір. Общем, үйден шыға алмайды. Негізі келу. Енді ортада қайын бар, қайын 100 жастан қалып қойды, ол келу осақтың басында жүр. Енді мынау екі баланың арқасында танысып жатырмыз. Дастархан кеңге жайла берсін. Денсаулықтарыңыз мықты болсын.
екі бала бақытты болсын, екі жаққа мейірімді болсын. Осы тойда тойласа берсін. Бәрекелді, айтылған тілек қабыл болсын. Мына енді қадірлі ағайындар, енді мына әрі қарай тойымызды жалғастырайық. Өзі біз қазаққа ештеңе жақпайды ғой. Күн ысса ысыды дейміз, суыса суыды дейміз. Жаңбыр жаумай қалса, мына жаңбыр жаумай қалды, жер құрғап кетті дейміз. Жаңбыр жауса айтып атамыз, мына аспан тесіліп кеткен ба, не бәле болған деп. Сол сияқты енді мына ештеңе жақпайды, енді мына жер ысып бара жатыр. Мына енді осы жерде әдемілеп әрі қарай тілегімізді жалғастырып отырайық. Енді мына осы тойға келген кезде өзі екі адам ренжіп кетеді дейді. Бірі 2 сағат дастарханда отырғанда маған бір тілек бермеді-ау деп мына асабаға ренжіп кететін аға апаларымыз болады деген. Екіншісі, өзімнің алып келген тауарымды өзіме бергенше әдірам қалғыр, ең болмаса айырбастап бермеймін екен деген әжелеріміз болады дегенді. Сол сияқты енді осы тойда мына тілек айтып отырайық деген ниетіміз бар. Енді мына жаңа осы жерде қарап отырсам, енді осы ағайын туысымыз бар. Енді сіздер жақтан бір әдемі екі тілектің кезегі болсын. Мына сыртқа шығып салқындаған да жақсы, мына астан жақсылап алып отырайық. Енді сіздер жақтан бір екі тілек болсын, біз жақтан бір тілек болсын. Сонан кейін қайтап сыртқа шығып би-билеп көңілімізді көтереміз. Аха, мейлі. Қосыла берейін бе? Ал енді мына екі тілек деп жатырмыз ғой аға. Сіздер жақтан екі тілек, біз жақтан бір тілек деп жатырмыз. Енді мына жаңағы екі тілек, бір тілек деп аламыз да, біз жаңағы анау қалып қойып еді, мынау қалып қойып еді деп күйеуіне қарап тілекті көбейтіп жіберіп жататын кезіміз болады. Осы екі тілек, бір тілекпен қалай аға, дұрыс қой, мына ертеректе дейді, бір 98-ге келген көкеміз төргі бөлмеде жатып, ауызғы бөлмеде пештің түбінде отырған 96-ға келген кемпірін шақырып жатыр дейді айқайлап. Сөйтсе жаңа Құдай қосқан шалы ғой, шалына барса, шалы жаңағы айтып атты кемпіріне. Кемпір-ау, осы менің жағдайым болмай отыр, мына күн ыстық дәбіленем көтеріліп бара жатыр. 1-2 күннің шамасында ана жаққа кетіп қаламын-ау десе, кемпірі қимастықтан жылап жіберіпті дейді сол жерде. Содан жаңа жылап атқан кемпіріне басу айтып атты дейді шалы. Кемпір сен жылама, одан да маған мынаны айт. Екеуміздің отасқанымызға 80 жыл болған екен. Сол 80 жылдың ішінде менің көзіме шөп салдың ба, салмадың ба, соны айтшы десе кемпір одан сайын жылап жатыр дейді да. Содан жаңағы жылап атқан кемпіріне басу айт, бәрін айта, кемпір маған соны айтшы десе, жаңағы кемпір жаймен ғана жасын түсіріп тұрып айтады дейді, шалау айтуын айтамын ғой, бірақ өлмей қалсаң бетіңе қалай қараймын деген екен дейді. Сол сияқты енді мына, екі тілек деп алып, 4 тілек, 5 тілекке ұластырмайық деп жатырмын. Енді құдаларға бір қол соғып қошеметтеп қояйық. Нағашылар қауымы бар, осы жерде қыздар қауымы бар, құдағайлар қауымы бар деген секілді. Ал жақсылап қанекей. Аға. Ал құрметті Сергеш әулеті, құрметті мына Ошақ әулеті. Әйтеуір бала күнінен осы жаққа мен де құда бала болғанмын. Ұзақбайдың туған балызым ғой. Мына Серік бар, Қасим бар, Ғабит бар, мына Айгүлім бар, бәріне туған нағашы боламын. Үйдің кейінесі, Күлжағанның артынан ерген ем. Үйдің кейінесін ем болады. Есімім Серік, бұрын қонақбай керек, ақым. Ал енді дөбірлеті бастар, Сергеш әулеті. Осы той болады дегеннен бері қатысып жатырмыз. Қаншама тілектер айтылып жатыр. Құтты болсын. Сол тілектер періштенің құлағына шалынсын. 2 жасқа тілек айтылып жатыр. Құдай сол тілек періштенің құлағына шалынсын. Алтын көпірлеріңіз құтты болсын. 2 бала бақытты, өмірлі болсын. Шаңырақтары биік, келгесі кең, босағасы берік болсын. Ал алтын көпірлеріңіз құтты болсын. Сергеш әулеті, Ошақ әулеті. Сол үшін алып қоясың. Жұмағыл құдағай. Сіз сөйлең, содан кейін сөйлейді. Отырып айта беріңіз. Отырып айта беріңіз. Құдағай. Бағанадан бері жақсы тілектер болып жатыр. Періштенің құлағына шалсын. 2 жас бақытты болсын. 2 жаққа да мейірімді болсын. Жақсылық, үлгілі-шүгірлі болсын. Барлық таңда денеріңіз сау болсын. Аман-есен жүре беріңіздер. Тек қана жақсылық болсын. Тойда кездесейік. Алдасына, рахмет. Ал, ақа, әтіге, мынау енді 3 күннен бері 30-лардың басында бүгін той болып жатыр ғой. Ұзағынан болсын. Ота ұрып жатқанымызға бақытты болсын, баянды болсын. Бір жастар ұзақ болсын. Жайғандастырғанымыз мереке болсын. Отын басы аман болсын. 2 жаққа да, балдар 2 жаққа да мейірімді болсын. Сіздің де бір балаңыз екеу болып жатыр. Келінің де бір баласы екеу болып жатыр. Солар ұзағынан болсын.
Sol. Atı günde aytып отыр Құда қайды. Қара серікпен қоңыр қыз алыспайды. Жақындау екенсіз. Иә, сол сияқты мына енді осы бәрі күйеу болған менің ағасындай сыйлайды. Оларға да рахмет. Келінім бар, інілерім бар, балдыздарым бар бәрі. Апам отырып пәтекіне бұла. Гүлжан, ұзағынан болсын. Салыспайды екенсіздер ғой. Бұрыннан таныспыз ғой. Аллах қой, қаллас. Құдаға шүкір ету. Құдаларыңыз момын жандар. Ағамыз бен жеңгеміз бізді мен күйеу бала демейтін тұғын. Өзінің ағасындай, інісіндей сыйлайтын тұғын да. Сол сияқты мынау енді әрқашан сыйласып болсын, отыңыз басында аман болсын, қуаныш болсын, той болсын. Тойда басымыз қосыла берсін. Ал бәрекелді, ары қарай. Төке. Ал бәрекелді, ары қарай, қана кел. Құдығына тойыңыз тойға бассын. Екі жас бақытты болсын, үбірлі шүбірлі болсын. Соның қызығын көріңіздер. Екі жас болсын. Аспанымыз ашық болсын, нанымыз көп болсын, денсаулығымыз мықты болсын. Бірінші байлық денсаулық дейді. Бәріңізде денсаулықтарыңыз мықты болсын. Бәріміз отбасында кілем осындай той болсын. Дастархан берекелі, мерекелі болсын. Екі жас бақытты, үбірлі шүбірлі болсын. Сол үшін Ал бәрекелді, енді жақсы алыңыздар қанекей. Осы ағат тілектің тілегіміз қабыл болсын деп жақсылар алып қойып отырыңыздар қанекей. Енді жаңа айтып жатырмын ғой. Қармақшылық кетерімді өзім таныстырып жатырмын. Енді мына кетерімді білдіріп бір жақсылап сіздерге жыр орындап берейін. Мынаны енді сірілі өсіп өнген отанымыз, сірілі білім алған орталығымыз, сірілі шалықтардың жырдың елі, біз дағы Көжімтаудың бұтағымыз деген. Сонау Қорқыт бабадан бастап алған Тұрмағамбет Ізтелеуов Шораяқтың ұлы Омар шыққан жерден келіп тұрғаннан кейін мына қолыма домбырамды алып енді сіздерге бір сол кісілердің жырынан өсиетінен бір жыр жырлап берейін, қабыл алып отырыңыздар. Мына Наурызбай ақынның өмір жаңағы өткендері деп мына белестері деп жазған бір жыры бар. Соны жақсылап орындап берейін, қабыл алып отырыңыздар қанекей. Azredeu atay terlegen, şiirip atay şolkana terbiyelim jemdegen. Köngüldegen keng saray, gündelikte gün degen, akıl degen, ağın suder yaşa tolkun ürlegen. 15 göter bala bop ak köpendi yak şel degen, 25'ke jetkende. Kalmaydı canın cindegen, oyga kelep 30 jaz özünde özü jündegen. 40'ta gambir tolarsın akılday arjıp tengdegen. Elgülüde kaydar kaçırın, hayrat küşün kemdegen. 60 jaz anık belgili aldartındı zirligen. 70'te kadam kıskarıp kırıgısı şirligen. Seripke 80 jarımaz, Avruday anıp mengzegen, 90 jaz kelsi toğarar köngüldün qosun görlegen. Sandan biri 70 jasda ешкім көрмеген. Өтеді өмір осылай, қияда қия бермеген. Кәрліктер қой давасыз көрдіңгі тәуі емдеген. Арқан кейсе бесіке, жамбасың жерге тиеді, қалмайды пәнді өлмеген. Осыны ойлап әлеумет етіңдер тәубәден білеме. Жиналған малдан не пайда, кем қажетке бермеген. Арайлы жүзің болмаса бақытын қайтар өрлеген. Әкім болсаң әділ бол, байланыс қыл елменен. Ақын болсаң сөз тарат Гүлістандай гүлдеген. Жазғанда сөзің шырайлы, қанға бір тондай зерлеген. Ақын ауан айтушы, кемісі болса көзің айт мынадай жыра. Кемде
Manaday oy oy kimdigi Kabul olsun dep mine endi ары карай toyumuzu жалғастырып отырайық. Енді осы жерде мінекей тойымызға келіп отырған құдаларымызға тағы да тілектің кезегін ұсынсам деп жатырмын. Енді осы жерде мінекей келіп жатқан құдалар жаңа 4-5 кісі тілек айтты. Енді тағы да сондай мінекей керемет қылып осы жерге келіп отқан құда-құдағайлар бір тілегін жеткізсе. Ал. Той құтты болсын. Басымызды қосып атқан 2 жас кенже ұлдарымыз шаңырақ көтеріп жатыр. Шаңырақтары биік болсын, бақытты болсын, бақыттары баянды ғұмырлы болсын. Қуаныштарыңыз ұзағынан болсын. Меруерттің аяғымен осы үйге жақсылық, қуаныш, бақыт әкелсін. Тек жақсылықта, жайылып жатқан дастархандарыңыз тек жақсылыққа, қуанышқа жайылсын. Алтын көпіріміз құтты болсын, сіздердің елдеріңізбен болып жатқан 1000 жылдық құдалығымыз арта берсін, ауызбіршілігіміз арта берсін. Тек жақсылықта, қуанышта басымыз қосыла берсін. Отбасыларыңызға жақсылық, қуаныш тілеймін. Дастархан басында отырған барлық апаларымыз, мамаларымыз, жеңгелеріміз, тәтелеріміз, барлықтарыңызға осындай той қуанышты болсын, жұғысты болсын. Тек жақсылықта, қуанышта берсін. Ал мынау 1000 жылдық құдалығымыз құтты болсын. 2 жас бақытты болсын. Қызығын сіздер, біздер болып көре берейік. Осы жерде отқан барлығы қашығымыз, бәрі туылған туысқандарымыз, құдаларымыз, нағашыларымыз бәрі әулетіміздің нелерін әкеліп отырмыз бәрі құдалыққа осы. Осы құдалығымыз 1000 жылдық болсын дейміз. Күйеу бала 100 жылдық болсын. Мынау салып жатқан алтын көпірлеріміз құтты болсын. Ал бәрекелді. Ал ары қарай. Неше күнгі осы түбірлі той құтты болсын. Келіп жатқан келіндеріміздің осы әулетке бақытымен келсін, несібесімен, ырысымен, берекесімен келсін. Осы елді ұруды бақытты қылсын. Денсаулықтарыңыз бәріңіздің де мықты болып, сол осы балдардың, келіндердің қызығын көре беріңіз, Құдағай жұмсап рахатын көріңіз. Өзіңізге, қызыңызға қалай ұрыссаңыз, қалай жұмсасаңыз, сондай-ақ жұмсап, сондай-ақ ұрысып, сондай-ақ тәрбиелеңіз. Сабирик па? Өзіңіздің балаңызға қалай сөйлесеңіз, солай сөйлеуіңізге болады. Балаға сөйлемейміз. Келінге сөйлемейміз онда. Алтын көпіріміз құтты болсын. Арамызда өстіп дорлар мен жорғалар жүре берсін. Бәріміз де аман болайық. Өстіп тойдан тойға осындай қызықта бас қосайық. Осындай тойда өзіміз бәріміздің денсаулығымыз мықты болып, осындай әрқашан осындай дастархан басында кездесе берейік. Ал бәрекелді. Ал ары қарай. Қареке. Алтыге, аба, болсын тойларыңыз. Айтып отыр осы. Кенжесімен серік кішінесі. Осы Түрмезектің төреңірегінде тұрдым, қызмет істедік. Темір жолда 15 жылдай. Әсем шүйіркелесіп жатқанымыз ол ғой. Әсем айын танын сатып алып, сол неғып жатқан. Арғы бетте 15 жылдай тұрдым. 2 жылдың көлемі болды Қызылордаға. Құдалығымыз арта берсін, Алтыге. Біздің арта берсін, 2 жас бақытты болсын дегендеріне. Нан көп болсын. Алтын көпір құтты болсын. Біздігімді арта берсін. Ал бәрекелді. Ары қарай. Сөйлесін, сосын ғабит құдабалдарың сөйлесін. Сосын мен сөйлеймін, сосын менің әйелім сөйлесін деп жатыр да. Әйеліңіздің аты кім аға? Айша. Айша құдағайға бір қол соғып қошеметтеп қойыңыздаршы, жақсы деп. Бір таныстырғанда 2 таныстырып жатыр. Барлығын айтып жатыр. Мына жаңағы енді, мына жаңағы Қасекеңнен сұрап отқаным апайдың аты кім деп, Айша деп айтып жатыр ғой. Енді өзім бағана әйелім деп айтып кетті да, сосын енді Айша сөйлесін, менің келіншегім деп айтуына болар еді өз жерде ше. Мен әйелім сөйлесін деп та қоя салды. Сосын атын білмей атқасын сұрап отқаным, мына жаңағы ертеректе дейді, бір жаңағы осы қызылордалық бір көкеміз жанына кемпірін ертіп алып Алматыда құдасы шақырған соң пойызға мінеді ғой, көпеден билет алып. Сөйтіп жаңа пойызға мініп көпенің есігін ашса, соның ішінде дәл сондай шал мен кемпір келе жатыр екен дейді. Олар да Алматыға баратқан. Содан жаңағы ішінде енді 4 кісі бір көпеді. Жаңа қанысады, біліседі, сөйтіп жаңа жолда әңгімелесіп кетіп бара жатса, жаңағы Ақтөбенің шалы менен кемпір екен дейді да. Содан жаңағы Ақтөбенің шалы жолда кетіп баратса, ана жаңа кемпіріне бәйек болып жүгіріп жүр дейді. Шай десе шайын әкеп береді, су десе суын әкеп береді. Ұйықтап қалса плетін жауып жүр деп таңып қалады деп.
сөйтсе мына қызылордалық кемпір жыны келіп кетіп жаңа шалына ұрысып жатыр дейді. Шал көрдің ба ана ақтөбелік шалды? Қандай кемпіріне қызмет жасап жатыр? Шай десе шайын әкеліп беріп жатыр, су десе суын әкеліп беріп жатыр. Сен неге маған сөйтіп қызметіңді жасамайсың десе, жаңа қызылордалық көкеміз басын шайқап тұрып айтады дейді. Ай өзің кемпір емес ау дейді. Сол жақта енді мына қасекең әйелім деп жатыр ғой енді. Мына енді мына тойымыздан қарай жалғастырайық. Енді мына жаңағы осы жерде енді сіздер жақтан енді бір көргісілер тілек айтсаңдар керемет. Енді өзіміз жақтан да осы келіп отырған осы жерде құдашаларымыз бар. Сосын мына жақта апаларымыз бар. Мінекей осы мінекей жаңағы келіп жатыр. Айтып өтіңіз я Асылбек ағамдар. Асекең құдалықта да болды, кеше тойда болды. Бірақ бүгін кешіп келіп жатыр. Бірақ біразың танитын шығарсыңдар, танымайтындар. Асылбек Төлеген ағамыз осы жаңағы телекомда жұмыс істеп пенсияға шыққан. Неше дүркін депутат болған ауданның. Неше дүркін ненің сайлау комиссияның мүшесі бір жағынан төрағасы болған. Бүкіл жаңа нелерді депутаттар сайлап қазір енді отырмын міне. Қазір өзіміздің әулетіміздің үлкені президенті деп айтуға болады. Осы тереңіздің ішінде. Енді мына тілегімізді айтайық. Енді Құдашадан бастайық. Құдашадан жолы жіңішке дейді ма? Қыздың жолы жіңішке. Той құтты болсын, Марияпа, Атбек аға. Құдалар мың жылдықтарыңыз құтты болсын, төрден орын алғандарыңыз құтты болсын. Екі жас бақытты болсын, өмірді болсын. Апам мен жездем балалардың рахатын көре берсін. Құдағайлар аласын, сіздерге жұғысты болсын. Отбасыларыңыз аман болсын. Тойда қауышай берейік. Ал ары қарай, Асылбек аға. Жоқ, табылсын ғой. Құдай қосқан құдалар, құдағайлар қош келдіңіздер дейміз. Аман-саулықта құдалар төрге шыққандарың құтты болсын. Құдай ұзағынан болсын. Осының бәріне себепке екі жастың ауыз бірлігі мықты болсын. Денсаулықтары мықты болсын. Енді 2 күннен бері біраз танысып та қалдық. Ақжолда бірге болдық, Қойқынада бірге болдық. Енді Алтынбек ініміздің үйі осы Мәрия құдағайымызды екеуінің. Бізде таныстырып өздерімізді алты ағайынды. Енді үлкен ағамыз Ахан деген өмірден кетіп қалды. Қырқын берем дегенде жеңгеміз кеткен. Құдайға шүкір, бірақ балдары жылдары бар. Енді қалғандар міне бәрі бір үйлі жан, немере сүйіп жатыр, артық шөбере сүйіп жатыр дегендей. Осының бәрі Алла тағаланың сыйы деп түсінемін де мен. Мына дастархан Алтекеңді айтып отқан дастархан кеңге жайда басын. Барлықтарына Құдай денсаулық берсін, қуат берсін, ауырмаңыздар, сырқамаңыздар. Той-тойда өсіп жүре беріңіздер. Басымызбен тойда қауышсын. Екі жас бақытты баянды болсын дейміз. Сақтармен қоса алсын. Осылардың рахатын, қызығын көрейік. Соған Алла тағала нәсіп етсін. Ойымыздармен тойға жалғаса берсін. Енді Алтекең немере сүйсін? Мәре екеуі тағмантып қоса. Қазір-ақ қой енді. Сынаптай сусылдаған өмір дейді ғой. Қарап отырсаң, қызылдап кетіп баратыр. Сол үшін алдыңыздар. Ал бәрекелді. Ал ары қарай. Қадамдарыңыз құтты болсын. Қабыл болсын. Осы мына Алтынбек пен Марияның шаңырағында, осы келіп отқан сіздердің шаңырақтарыңызда осындай қуаныш бола берсін. Тек басымыз жақсылыққа қосыла берсін. Мына екі жас бақытты болсын. Босағалары берік болсын. Денсаулықтары мықты болсын. Мына Бастыбай денсаулық дейді ғой. Мен өзі денсаулық саласында сіздердің барлықтарыңызды мен білемін. Мына марқұм болып кеткен Қанжарбай ағайды, Ұзақбай ағаймен бірге жұмыстас болдым. Ол ана ар жағында құдағай медсестра болып істеді ау деймін. Ол кісілердің бәрін білемін. Жақсы кісілер еді.
еліне халқына адал қызмет еткен кісілер бұлар. Шауқамановтың кезінде ғой бұл енді. Не дейміз? Еліміз, жеріміз, қазақ деген халқымыз аман болсын. Мына 2 жас бақытты болсын. Шырақтарыңыз сөнбесін. Жасындай жарқылдап, осылай ойнап күліп, кең дастарханда бас қоса беріңіздер. 2 жасқа Алланың нұры жаусын. Бақпайдың орны бөлек, сендердің орындары бөлек дейді. Қырықтың бірі қыдыр дейді. Осындай кезде сөйлеп қалыңдар. Дұрыс, сөз бергендеріңізге рахмет. Мен осы Жарқынбек, Алтынбек бәріміз бұл кісілер қыздан туады, біз ұлдан туған қызбыз, мына кісі екеуміз. Ағайындас, папамның туған қарындасым балдары. Бір жағынан мен өзім қаңылның қыз болсым, серкеш осы әулетке келіп түсіп отырмын кейін. Біздің үйге келген кезде бұл кісі серкештерге келін емес. Ағаш деп көріп отырмыз. Басқалары ренжиді. Нақты отқан жоқпыз ба? Құрметті құда-құдағайлар, мына келген қадамдарыңыз құтты болсын дейді. Мына себебі 2 бала, бас қосып отқан 2 бала бақытты болсын, өмірлі сүрлі болсын, екі жақтан мейірманды болсын. Мынау сіздердің шарықтарыңыздың, Алтынбектің шарығын дастарханда әрдайым осындай жақсылыққа, тойға жайлы берсін, осындай тойда жақсылық кездесе берсін. Құрметті тойшы қауым, мына құда-құдағайлар түрге шыққандарыңыз құтты болсын. Мен ешкімге бағынбаймын, өйткені Олжас қаңылының қызымын. Апамды беріп отырмын. Ибраев Жақсыбай деген кісіні білетін шығарсыздар. Ибраев Әлжан деген, сол кісінің қарындасымын. Ал Алтынбек, Мария, дастархандарың дәмді болсын, көңілдеріңіз сәнді болсын, өмірлеріңіз мәнді болсын. Құдай пейіл тарылтпасын, қуаныштан арылтпасын. Мына халқым, туған туыс бауырларымыз жалықпасын. Мына серкеш деген әулет қасиеті шарықтасын дегім келеді. Жасқа айтарым бір сөзің аузыңда. Бұл кісінің әжесі менің шешемнің шешесі серкештің қызы. Әжесі серкештің қызы. Серкештен өніп отыр бұларда. Өйткені Бақтер баласымыз ғой. Бақтер баласы қаңылы, жалайыр, ошақта қара қойлаймыз ба? Сондықтан көкіректі ұрамын мен. Мына 2 жасқа айтарым бір-бірлеріне тамаша болсын. Қанаттары әрдайым жайылып самғасын, баянды бақ берсін. Ғұмырлы, ұзақ, талаулы бақыт берсін. Туысқанға танақ болсын, ықыласқа иек болсын, дұшпандарға жұбаныш болсын. Ана алдында аласа болып, ара алдында адал болсын. Бақытты баян болсын. Мен айтпасам, мен тағы айтам ғой. Алтын көпір деп отыр бағана. Менің әкем жазушы болған, кітап жазған кісі. Осы мен айтпай, еш уақытта кете алмаймын. Әкемнің мәртебесі үшін, өзі үшін басымды еп, мына алтын көпірге арнағаным. Алтында тас, таста тас дейді. Алтында алтын тастамас дейді. Алтынға алтын қосылса, алтында алтын тастамас дейді. Бұл деген енді алтын көпір өздеріңіз айтып отырсыз ғой, бекем болсын деп. Сондай-ақ мына 2 жас бірін-бірін сыйласа, бірін-бірін мәңгілік махаббатпен, қамқорлықпен, бауырмалдықпен, туған туысқанмен араласып, құрласып жүрсе, мәңгі бақыт деген сол. Ата-ананың да ойындағы парызы да, өздерінің парызы да сол деп ойлаймын енді. Рахмет тыңда. Алғарекелді рахмет болсын қой. Тілектеріңіз қабыл болсын, балдардың мұраты асыл болсын деп енді жақсылап алып қойып отырыңыздар. Енді мына жаңағы медицина ғылымы өзі дәлелдеген екен. Көп отырса адамның аяғына дүз жиналады деп. Бүйтіп отыра беретін жоқ, дүз емес, мұз жиналып қалатын жайы бар. Енді мына 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні бар деген қазақ. Енді осы күн жағына айтылған тілектің барлығын түйіндеп, енді мына балдарды ортаға шақырып, осы дастарханның бір керемет,
Құдалық дастарханның бір батасын алсақ деген жайымыз бар. Сыртқа шығып салқындансақ, жастар жағын би-билеп көңіл көтеріп жатса, әрі қарай мына жаңағы кәде кәумет дейді, оған да уақыт керек. Ақтерінің көктерін ақтерге айбасайды қазақпыз ғой. Енді сол барлығына уақыт керек, енді уақыт шектеулі. Енді осы балдарды ортаға шақырайын, дейсін балдар. Енді мына сіздер қошеметтеп қойыңыздар. Ал енді мына әкелеріңнен, аналарыңнан мына жақсылап тұрып қол жайып бата тілеңдер. Енді мына баталы ер арымас, батасы ел жарымас дейді. Құдайға шүкір баталы елміз, баталы ерміз. Қолдарын жайып бата сұрап келіп тұрған балдарыңызға бата беріңіздер. Әумин. Әуелі Құдай оңдасын, әуелелер қолдасын. Малың менің отбасыңа еш жаман болмасын. Берекелі бақ болып бірлесін алдасын. Сезімің артып күн сайын көздерің ешбір талмасын. Жаратушы ем жар болып пәндеға күнің салмасын. Жаратушы құдірет, жарлықаудың қамет, қайырлы құмыр етіп ұрпаға нәсіп ет. Қайырлы жан қасыртен назарын салып ет. Пажыл тайғат кешірді жәрдемдесіп алып ет. Осы берген батемді Алла қабыл ет. Ал енді алма жүрекке ем береді, тілге дәм береді. Сіздер далаға шығып шамалы би-билеп алыңыздар. Мен де бірдеңе-сірдеңе жеп алайын. Орада байлаулы тұрған атқа да жем береді дейді ағай. Той құтты болсын, сыртқа қарай шығып барлығымыз тойдары қарай жалғастырамыз.